Жылдам хабар. Алматыда бірнеше көше жабылып, көлік қозғалысы шектеледі. Сәлеметсіз бе, шоулы және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. 12 қарашада City Run 2023 марафонына байланысты Алматының бірқатар көшесінде көлік қозғалысы шектеледі, деп хабарлайды Бақ.кз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қалалық жарыс Төле би көшесіндегі Астана алаңынан бастау алады. Төле би көшесінің бойы Абылайхан даңғылынан Панфилов көшесіне дейін таңғы сағат 4:00-ден түскі сағат 11-ге дейін жабылады. City Run 2023 Алматы қаласының орталығында өтетін маусымның соңғы жүгірісі. Жарысқа 15 жастан бастап барлық ниет білдірушілер қатыса алады. Олар үшін 10 км және 5 км екі қашықтық скандинавиялық серуенде ұсынылады. 2200 қатысушы жарысқа шығады деп жоспарлануда. Басталуымен мәре Төле би көшесіндегі Астана алаңында орналасады. Бағыт Наурызбай Театр, Шевченко, Бөгенбай, Батыр және Панфилов көшелерімен өтеді. Мәреге жеткендердің барлығына қала пейзажы бейнелген естелік медал беріледі. 10 км қашықтықтағы абсолютті санаттағы жеңімпаздар серіктестер мен демеушілердің бағалы сыйлықтарымен, сондай-ақ ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Бірінші орын 80 мың теңге, екінші орын 60 мың теңге, үшінші орын 40 мың теңге. Жарыстың барлық қатысушылар мен көрермендері үшін бастапқы мәре қалашығында музыкалық ұжымның диджей және серіктестердің қызықты промо аймақтарының қойылымдарын қамтитын ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылады.